Суға салып шомылу керек. Дәрігерлер жалбыздың біз білмейтін пайдасы туралы айтты. Қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода жалбыздың адам ағзасына қаншалықты пайдалы екеніне тоқталатын боламыз. Видеода бұрын соңды сіз естіп білмеген тың ақпараттардың барына сенімдіміз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны баса кетіңіздер. Жалбыз қандай өсімдік? Жалбыз ерінгүлдер тұқымдасына жататын көп жылдық тамыр сабақты қош иісті өсімдік. Емдік қасиеті де бар. Қазақстанда жалбыздың 9-10 түрі өседі. Сабағы тік, жапырақтары қарама-қарсы орналасады. Биіктігі 80-100 сантиметрдей. Сабағы 4 қырлы, күрең күлгін түсті. Жапырағын саусақпен уқалағанда жағымды иісі шығады. Себебі онда 5% эфир май болады. Маусым мен тамыз айларында гүлдейді. Жалбыздың қандай түрлері бар? Жалбыздың дала, су, бұйра, кермек немесе бұрышты жалбыз сияқты түрлері бар. Дәрілік мақсатта бұрышты жалбызды қолданады. Дала жалбызы суармалы жерлерде, өзен, көл, бұлақ маңында, шалғындықтар мен тоғайларда, арық бойында өседі. Ол сабынның иісін шығару үшін пайдаланады. Ал кермек жалбыздың жапырағы мен гүлшоғырынан жалбыз эфир май алынады. Эфир майында 25%-ға дейін ментол кездеседі. Бұл майдың негізгі құрам бөлігі ментол. Ментол парфюмерияда, косметика жасауда, тамақ өнеркәсібінде, түс ұнтағы мен пастасын жасауда пайдаланады. Жалбыздың емдік қасиеті. Жалбыздың емдік қасиеті ертеден мәлім. Тіпті халық арасында бұл өсімдік 101 ауруға емдеген сөз бар. Жалбыз өсімдігінің құрамында адам ағзасына пайдалы заттар мол. Жалбызды ата-бабамыз жиі пайдаланған. Оның құрамында адам ағзасына қажетті көптеген элементтер бар. Емдік мақсатта жалбыздың жапырақтарын қолданған. Оның жапырақтарын тұнба ретінде пайдаланған. Жалбыз асқазан ауруы, ұйқысыздық және іш аурулар кезінде таптырмайтын ем. Ол ас қорыту жүйесін жақсартады. Табиғи антисептик болып саналатын жалбыздың барлық түрлері пайдалы. Қазіргі таңда жалбыз шайы тұмау, етек-кірдің дұрыс келмеу кезінде жақсы көмектеседі. Сондай-ақ іш өткен кезде ем болады. Сондай-ақ ішек құрттарын түсіретін емдік қасиеті де бар. Бір ескеретін жайт, қан қысымы жоғары адамдар мен кішкентай бүлдіршіндерге жалбызды пайдалануға болмайды. Жалбызды қан қысымы 120-80, 140-80-нен жоғары адамдарға әрі 6 жасқа толмаған балаларға пайдалануға болмайды. Полиартрит, артрит аурулар кезінде күніне бір уақытта кепкен жалбызды суға салып шомылу керек. Буын ауруларын емдеуге пайдасы зор. Жалбыз жүрек ауруына таптырмас ем. Жалбыздың жапырағы жүрек ауруына ем. Сондай-ақ оны бүйрек пен бүйрек түтікшесі, бауыр мен бауыр жолының қабынуына қарсы қолданады. Жалбыздың құрамына ментол кіреді. Ол стенокардияны емдеуде қолданады. Жалбыз жүрекке қан апаратын және қан тамырды кеңейтеді дейді мамандар. Жалбыз демікпен де емдейді. Халық арасында жалбыз ұнтағын бал орнына сармайға араластырып қабылдаса, демікпе сырқатын жазып, тыныс алу жолдарын тазартады деген сенім бар. Сонымен қатар, жалбыз булығып жөтелгенді тыйып, қарылқан дауысты ашады. Егер тершең адам жалбыздың кепкен жапырағын ыстық суға бұқтырып демдеп, жатар алдында жарты стақаннан ішсе, тершеңдігі басылады. Ал аяғының шуашы бар адамдар жалбыз тұнбасына 3 мезгіл аяғын жуып жүрсе, жағымсыз иістен арылады. Полиартрит дертіне шалдыққан адам кепкен жалбыз шөбін суға қайнатып, күніне 1 рет жатар алдында ванна жасап түссе, сырқатынан сауығады. Сондай-ақ еті тілініп кетсе, іріңді шиқан сияқты қотырларға жалбыз тұнбасын таңып тастаса, тез жазылады.
жалбыз бас ауруын жазады. Сонымен қатар дәрігерлер кесеге жалбызды салып, оған ыстық су құйып, кейін біраз уақыт тұндыруға кеңес береді. Олардың айтуынша, мұндай шайды кешке басы жиі ауыратын адамдар ішуі керек екен. Осылайша жалбыз ауруды басып, ұйқыны қалыпқа келтіреді. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыршаны баса кетіңіздер. Сонымен бірге, осы видеоны өзіңізде бар барша әлеуметтік желілерге таратып жіберуді өтінеміз. Қазақша арнаның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер.